бүгін. Бұның әлі айтылмаған тұстары, болашақта айтылатын да, бұның сараланатын да, зерттелетін де тұстары көп. Қазақстан ұлттық арнасында билікті тартып алғысы келген күштердің ықпалы көп болып кетті. Ең негізгі мақсаты саяси жүйені консервация жасау. Ешқандай өзгеріске жол бермеу. Қасіретті қаңтар. 2960 қару ұрланды. КамАЗбен тастар әкеп төккен жағдайлар болды. Сонда біздің техникаға жаңағы шабуыл жасады. Қолымызда шекпен, таяқ дейді ғой, одан басқа қол болған жоқ. Оқиға желісімен деректі фильмі. Ең негізгі миссиямыз ол тәуелсіз Қазақстанды сақтап қалу. Халық мейлінше мемлекеттік билікке басқаруға араласса, соғұрлым бұл билік мықты болады. Яғни оған қоғамдағы белсенділердің, азаматтық қоғамның, саяси партиялардың араласуына мүмкіндік жасады.